Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Эльнора. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйретін гаупси тағамын дайындаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Бізге ең алдымен тартылған ет қажет болады. Және де бізге бұрыштар қажет болады. Және де бір дана қызанақ, бір дана пияз, және де бір дана сәбіз қажет болады. Жаңағы бұрыштарымызды жақсылап тазалап, осылай ішін жуып аламыз. Жаңағы тартылған етімізге пиязымызды төрт бұрышты қылып кесіп, бірге саламыз. Сәбіздерімізді осылай үткіштен өткізіп аламыз. Сәбіздерімізді де осылай салмамыздың ішіне салып жібереміз. Және қызанақтарымыздың осылай жартысын төрт бұрышты қылып кесіп аламыз. Қызанақтарымызды да осылай салмамыздың ішіне саламыз. Және де бізге күріш қажет болады. Күрішімізді осылай жақсылап жуып, тазалап, дайындап аламыз. Міне, күрішімізді де осылай жуып болған соң, салмамыздың ішіне саламыз. Салмамызға дәміне қарай тұз, бұрышын саламыз. Міне, біздің салмамыз дайын. Енді осылай бұрыштарымыздың ішіне осылай салмаларымызды осылай кезек-кезек салып шығамыз. Жаңағы сәбіз және де пияз, қызанақтың жартысын осылай алып қаламыз. Қазір қазанға қыздырған кезде қажет болады. Мен осылай барлығын кесіп дайындап қойдым. Міне, біздің бұрыштарымыз дайын. Қазанымызға осылай ең алдымен пиязымызды қыздырып аламыз. Артынша осылай сәбізімізді салып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін қызанағымызды да салып жібереміз. Одан кейін қызанақ пастасында салып барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Жаңағы дайын бұрыштарымызды қазанымызға осылай кезек-кезек салып шығамыз. Және де осынша су құямыз. Және де 30 минуттай пісіреміз. 30 минуттан кейін дәмі тіл үйретін гаупси тағамымыз дайын. Егер де видеоны лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын.